Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжі. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру. Төтенше жағдай қорғау бейін бойынша мамандығы. ЗЧСА 18. Дене тәрбиесі оқытушысы Құрдашев Талғат Өмірбайұлы. Сабақтың тақырыбы жеңіл атлетикадағы төменгі сөре, сөрелік екпін теориялық ілімін жетілдіру. Мақсаты денсаулықтың нығаю, жүректің қан тамырларын мен өкпенің жұмысын жақсарады. Шыдамдылық пен ептілік дамиды. Күтілетін нәтиже студенттердің шыдамдылық, күш икемділігін дағдыларын жетілдіру. Жеңіл атлетика жүгіру түрлері, жүру түрлері, ұзындыққа секіру, биіктікке секіру, спорттық снарядтарды лақтыру. Жеңіл атлетикалық көп сайыс. Жеңіл атлетика организмге физиологиялық әсер етеді, ептілікке, жылдамдылыққа, шапшаңдыққа үйретеді, жолдастыққа, достыққа тәрбиелейді, оқушылардың зейін, күш, қуаты, икемділігін қалыптастырады. Жеңіл атлетика бір көрінісі жарыстардағы сабағымның барысы өту сабақтың мезгілінде бір көріністері. Балдарға жеңіл атлетика төменгі сөреден шығу үйрету, ұзындыққа секіру бір орыннан, ұзын қашықтыққа жүгіру. Жүгіру 3 сатыдан тұрады. Жүгіру қысқа қашықтыққа, орта және ұзын қашықтыққа болып 3-ке бөлінеді. Қысқа қашықтыққа 100 метр, 200, 400 метр қашықтыққа жатады. Орта қашықтыққа жүгіру 800, 1500, 3000 жүгіру және 3000 метр кедергі қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзын қашықтыққа 5000, 10000, 42 шақырым, 195 метр жатады. Жеңіл атлетика сабақтарының қауіпсіздік ережелері. Қысқа қашықтықтарда тек өз жолымен жүгіру керек. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауы болмайды. Жалпы жеңіл атлетика шұғылданған кезде резинке табан аяқ киім кию керек. Спорт құралдарына гранат, диск, найза, тағы басқа лақтыру бағыттарында тұруға болмайды. 100 метрге жүгіру 4 кезеңде тұрады. Бірінші төменгі сөреден тұру, 2 төменгі сөреден шығу, 3 ара қашықтық бойы жүгіру, 4 мәреден өту. Бірінші сөреге дейін бұйрықта сөреге тұру, дайындал деген бұйрықта көтерілу, жүгір дегенде бұйрықта аяқ қолды тез қимылдатып, 20 метрге дейін аяқты жиі басып, қарқын алғанша жүгіріп, қалғанның барынша қарқынмен жүгіріп келіп, мәре сызығын кесіп өту қажет. Үйге тапсырма. Қысқа қашықтыққа жүгірудің қашықтық мөлшерін атаңдар. Орта қашықтыққа жүгірудің қашықтық мөлшері қандай? Ұзын қашықтыққа жүгірудің қашықтық мөлшері атаңдар. Сөре дегеніміз не? Мәре дегеніміз не? Жеңіл атлетика секірудің бір түріне жатады, дұрыс айтасың. Біздер жүгіру, көбінесе жүгірулер жатады, дұрыс айтасың.
Бірақ бізде бір нені іште біздер норматив ретінде тапсырып жүрік, білесіздер ма? Қалай секіріп жүргендерін? Я секретный. Жүгіріп келіп екпін алып жарысып. Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру. Иә, жүгіріп келіп ұзындыққа секіру. Иә, ол орыс. Иә, жүгіріп келіп екпін алып секіру дейді. Дұрыс айтасыңдар. О да бір генералитетика тақырыбына жатады. Ол жүгіріп келіп. Амасыз ма, студенттер, қазір біздер бір орында жаттығу бастаймыз. Қазір бірінші жаттығу біз дене қыздыру басталады. Бірінші қазір 30 секундқа бір орында жүгіреміз, бір орында. Тіземізді жоғары көтеріп, кетті ма? Жоқ, қолымызды екі жанымызда, Бекасыл, қолымыз екі жанымызда болады. Қолымыз бұлай екі жанымызда болады, бір орында тізені көтеріп 30 секундқа жүгіреміз. Дайынбыз ба? Настар, внимание, марш кеттік. Бір орында тізе көтеріп жүгіреміз, бастаймыз. Болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны